Қайырлы күн. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы овуляцияның болмауы. Көп қыз-келіншектер жүкті болуды жоспарлауда немесе жүктілік болмаған жағдайда осы овуляция әдісін, яғни этикар циклы кезінде овуляцияны анықтауға көшеді. Жалпы овуляция дегеніміз әйелдің ұрық жасушасының шығатын күні. Өкінішке орай, біздің организміміз кей жағдайда овуляциясыз циклдармен көрініс табады. Яғни этикар келуі мүмкін, этикар циклы жүруі мүмкін, бірақ овуляция болмайды. Негізінен жалпы қалыпты жағдайда 12 ай болатын болса, жылына 12 цикл болуы керек. Бірақ егер жылына 9 циклдан жоғары болатын болса, ол қалыпты болып саналады. Ал 9-дан кем болатын болса, демек ағзада осы овуляция болатын аналық безінің қызметінің бұзылысы болды деген сөз. Бұл қай кезде овуляциясыз көрініс табады? Ең бірінші, ол осы аналық безінің қандайда бір бұзылыстары кезінде, ісіктер болған жағдайда, даму ақаулары болған кезде. Екінші кезекте ол біздің жалпы ағзамызда бас миының, қалқанша безінің, яғни гормон бөлетін бездердің қызметтерінің бұзылысы кезінде. Үшінші, өмірімізде болатын жағдайлар, күйзелістер, толқулар және де физикалық жүктеме, спортпен айналысу шамадан тыс, бұның барлығы әйел организміне кері әсер етуі мүмкін. Және де жиі кездесетін ол аз салмақтылық, яғни салмақтың жетіспеушілігі немесе артық салмақтың болуы, бұл да біздің жыныс ағзаларымыздың, әсіресе аналық безінің қызметінің дұрыс жасауына кедергісін туғызады. Яғни овуляцияның болмауы ол 35 жастан асқан кезде циклдың қысқаруымен немесе 35 жасқа дейін 1-2 циклсыз овуляциясыз келуі этикардың қалыпты болып табылады, ал қалған жағдайдың барлығында қандайда бір дерттің белгісі. Егер жүктілікті жоспарлап жүретін болсаңыз, онда овуляцияның болуы өте маңызды болып табылады. Және де аналық безінің қызметінің бұзылысы, яғни дисфункциясы деген жағдайда міндетті түрде ол бірден қойылатын диагноз емес, себебі бірнеше рет қайтара тексерудің нәтижесінде ғана қойылады. Мүмкін сіз жылына овуляциясыз өтетін циклға ғана сай келіп қалған шығарсыз. Сондықтан диагнозды нақты қою үшін міндетті түрде бірнеше рет дәрігер маманмен кеңесе отырып, кеңесін ала отырып, диагноз қоюға болады. Ал овуляцияның болмауын анықтау осы дәрігермен бірге жүргізіледі. Дәрігердің кеңесімен бірге отырып, овуляцияны жоспарлап және жүктілікке жетуге болады. Ал егер овуляцияны қалай анықтаймын десеңіздер, онда міндетті түрде ультрадыбыстық зерттеу, яғни фолликулометрияның көмегімен осы әрбір цикл сайын жоқ дегенде 2-3 рет тексеру арқылы анықтауға болады.